2015 жылы Бірлескен Милләттер Шөкіміне ағза барлық мемлекеттер тарапынан қабыл етілген 2030 жылға шыққан бұл. Тұрақты рауырлану бойынша күн тәртібі адамлар һәм планетамыз үшін тынышлық, һәм абадаллық үшін бүгінгі һәм келешек үшін ұлыма реже ұсынады. Соған байланысты бүгінгі күнде педагогика бірқаша көптеген бойынша мақалалар әңгімелер өткерілмекте. Сондай-ақ педагогика бұл инсанды тәрбиелеу, оқыту һәм рухани низамдыларын үйрететін пән сипатында жәмиеттік тұрмыста айрықша орын иелейтін һәммемізге белгілі. Соның тикар вазифасы шахста һәр тараплама жетілдіру, рауажландыру, рухи, ақли һәм физикалық жақтан жетілдіруіне барады. Заманауи педагогика жәмиеттің рауажлануымен бір қатарда тығыз байланысты халда рауажланбақта бүгінгі күнде. Бүгінгі күнде білімлендіру процесінде тек білім беру емес, ал оқушыны еркін пікірлеуге, үйретушілікпенен қатынас жасауға, машқалар шешуге һәм өмірде өз орнын таба алуға үйрету үлкен ітібар қаратылмақта. Сондай-ақ мәлімет технологиялар, инновациялық методлар һәм интерактив ұсуларды қолдану педагогикалық процестің нәтижелерін арттырмақта бүгінгі күнде. Сонымен бірге педагогиканың ең ахметті вазифаларынан бірі мұғалім оқытушы шақсын тұрақты рауажландырып бару болып табылады. Себебі заманауи педагог тек білім беруші емес, ал басшы, маслихатшы, тәрбиеші сипатында да жұмыс алып бару керек болады. Yoshlarda ko'zi qachon yonadi? Ishi bo'lsa, o'qiyotgan, sport bilan shug'ullanayotgan makoni bo'lsa, u makoni adolatli bo'lsa, umuman bugun chuqur xulosa qilish kerak. Bu o'zligimizni anglash. Yoshlarni ish bilan ta'minlash, ma'naviyatini to'g'irlash, sport bilan shug'ullanish sharoit yaratishimiz kerak.